Маңғыстау облысында халал әтірдің сатылуына тыйым салыну мүмкін. 6 оқушыны есіне тандырған микстің құрамы қазір зерттеліп жатыр. 2 күн бұрын Шетпе ауылында қайғылы жағдай бола жаздағанын айта кетейік. Қол аяғы дірілде бас ауырып, өзін әлсіз сезінген 6 жеткіншек ауруханаға түскен еді. Болжам бойынша шәкірттер сыныптастарының бірі әкелген мұсылман иіс суынан уланған. Күні кеше ауруханадан емделіп шыққан оқушыларға дәрігерлер мектепке баруға рұқсат беріпті. Оланып қалған 6 бала болған жағдайда қорқынышты түсте еске алды. Мен апайдың қасына дәптерді апаруға барғанда, сол духидың иісі сол жерден шығып тұрды. Мен орныма келген уақытта басым айналып бір түсті болдым. Содан кейін менің мейірбикеге апардым. Жас ағзаны әлсіретіп, шетінен топырлата құлатқан мұсылман әтір екені белгілі болды. Яғни мейістің қош иісіне құмар Гүлімай Дүйсен оны сыныпқа келген. Бірақ мұндай сұмдық жағдай боларын білмедім дейді. Аға маған әкеліп берген болатын, мен оған әкеліп берші деп басында өтіндім, сосын маған ол әкеліп берді. Маған иісі ұнағандықтан өзім сеуіп шыққан болатынмын. Сабаққа келгенде балдарға ол иіс әсер ете бастады. Мүңкіген иіс сыныпты түгел жайлап, дәлізге де тарай бастаған. Оқушы тұрмақ мұғалімнің өзі есінен танып қала жаздапты. Қайта олар дереу терезелерді ашып, бөлмені желдетіп үлгерген. Иіс өте қатты. Көп мөлшерде болғаннан балдардың біреу, екеу, үшеу, төртеуіне қатты әсер етіп, бастары ауырып, көздері қызарып. Сосын жәрдем шақыруға тура келіпті. Балдарға көмегін бердік. Иістейіп ауруханаға шұғыл жеткізілген шәкірттерге де дәрігерлер уақытылы ем-дом жасаған. Әйтпесе қайғылы жағдай болуы да мүмкін екен. Ақ халаттылар олардың улы заттан зардап шеккенін растады. Қазір эпидемиолог мамандар әтірдің құрамын тексеруге кіріскен. Жедел хабарлама бойынша эпидемиолог тексерілуге барылды. Тексеру нәтижесінде анықталғаны балалар духи пайдаланған, парфюмерия мұсылманский дүкеннен сатып алған. Сол себептен ол духиларды алып, Маңғыстау облыстық токсикологиялық бөліміне жіберілді. Қазіргі таңда зерттеу жалғасуда. Базардағы иіс су сататын дүкен әлі жұмыс істеп тұр. Ал жуырда прокурорлар мен тұтынушылар құқын қорғау басқармасы онда ауқымды тексеру жүргізбек. Руслан Әбдіхалық, Ольга Юрьева, Денис Храмов. КТК Маңғыстаудан.